Ауыл шетіндегі ескі үйдің терезесінен әлсіз жарық көрініп тұрды. Жел гуілдеп, ағаштардың бұтақтары терезені тырналағандай дыбыс шығаратын. Сол ауылда бәрі қорқатын бір әңгіме бар еді. Ол мыстан кемпір туралы аңыз. Айару, Дана, Алинур және Мади жазғы демалыста ауылға келген. Кешкісін бәрі аулада отырып телефон қарап отырған кезде Мади күліп: "Естідіңдер ме? Анау орман жақтағы үйде мыстан кемпір тұрады деді." Дана бірден қабағын түйіп: "Қойшы, қорқытпа, ондайға сенбеймін" деді. Бірақ Айару үндемей қалды. Себебі ол кішкентай кезінен сол үй туралы көп естіген. Адамдар түнде сол маңнан өткенде бір кемпірдің терезеден қарап тұратынын айтатын. Кейбіреулер тіпті жоғалып кеткен дейді. "Жүріңдер, барып қайтайық" деді Мади батырсығандай. "Түнде ме?" деді Алинур. "Қорқасыңдар ма?" Осы сөзден кейін ешкім жоқ деп айта алмады. Түнгі 12-де төртеуі фонарь алып орман жаққа қарай жүрді. Аспанда ай бұлттың артына кіріп кетіп, айнала тіпті қараңғы болып кеткен. Жолда иттердің ұлығын дауыс естілді. "Мынау жақсы идея емес сияқты" деді Дана ақырын. Бірақ Мади тоқтамады. Бірнеше минуттан кейін олар ескі үйге жетті. Үйдің қабырғалары шіріп кеткен екен, терезелерде сынып кеткен. Бірақ ең қорқыныштысы, іштен әлсіз жарық көрініп тұрды. "Біреу бар" деді Айару сыбырлап. Кенет үйдің есігі өзінен өзі сықырлап ашылды. Төртеуі қатып қалды. "Жел шығар" деді Мади. Олар кейін ішке кірді. Үйдің ішінде көгерген иіс шығып тұрды. Қабырғада ескі суреттер ілулі. Бір суретте кішкентай балалар тұрған. Бірақ олардың көздері қара бояумен сызылып тасталған. "Мынаны қараңдаршы" деді Алинур. Сол сәтте жоғары қабаттан бір нәрсе тарс етіп құлады. Барлығы селк ете түсті. "Ана жерде біреу жүр" деді Дана дірілдеп. Мади фонарды жоғартып: "Мен фонаригім қайда?" деді. "Кеттік" деп қарап шығамыз да кетеміз деді. Олар баспалдақпен көтерілді. Әр қадам сайын ағаштар сықырлады. Екінші қабатқа шыққанда ұзын дәліз көрінді. Дәліздің соңында бір есік сәл ашық тұр. Ішінен әлсіз ән айтқан дауыс естіледі. Баяу, қорқынышты. Айарудың жүрегі қатты соға бастады. "Естіп тұрсыңдар ма?" Ешкім жауап бермеді. Мади есікке жақындады да баяу итеріп ашты. Бөлменің ортасында теріс қарап отырған бір кемпір отыр екен. Ұзын, әппақ, өте қатты қорқынышты. Осы сәтте балалардың барлығы айғайлап шығып кетті. Біреуі әлгі баспалдақтан құлап аяғын ауыртып алды. Артымыздан біреу жүгіріп келе жатқандай дауыс естілді. Барлығымыз артымызға қарамай бір-бірімізді ұмыттық та ары қарай жүгіріп кеттік. Бірақ артта құлап қалған бала сол қалпы оралмады.